Конституцияға қарасақ, ол ешқандай да исламның шарттарына, парыздарына қарама-қайшы нәрсе таппайсыз ол жерден. Өйткені бізде мысалы 3000-нан аса мешіттердің болуы, 10-нан аса медреселердің болуы, Орта Азияға әйгілі кәдімгі үлкен университеттің болуы, бұл мұсылмандардың құқы, мұсылмандардың еркі кәдімгідей мемлекеттің тарапынан не қылып жатыр деген сөз, қорғалып жатыр деген сөз да. Яғни бүкіл мүмкіншіліктер дін ұстанам деген адамға біздің мемлекетімізде не қылған, жасалған. Сондықтан да мына кейбір деструктивті немесе радикалды ағым өкілдері айтып жатады, ол бізде Қазақстанда тіпті шайтани басқару, біздің мұсылмандарға қарсы тағут деген сөзді пайдаланады терминді. Ол ешқандай да ақылға келмейтін пәтуа болады. Ибн Касир деген тәпсірші айтады, сен адамды мәжбүрлеп, оны бір еркінен тыс дінге алып келгенмен одан қаншалықты пайда бар дейді. Өзінің былайша айтқанда қалауымен қабылдамағаннан кейін одан қаншалықты шынайы мұсылман шығады дейді. Сен қолдан 200 адам жасап жатсың ғой дейді. Егер де Алла қаласа, бүкіл жер бетін мұсылман қылдырып қоятын еді. Ол Алланың қалауындағы нәрсе. Бірақ Аллах Тағала олай жасамады. Яғни адамға Аллах Тағала ақыл берді, сана берді ойланатын. Сондықтан да оның таңдау еркі бар да. Дінге шақырудың керемет формуласын Аллах Тағала қасиетті Құранда айтады. Уду иля сабили раббика бил хикмати ва мауизатил хасана. Алланың дініне дейді, даналықпен және көркем уағызбен шақырыңдар дейді. Мен ислам танушы ретінде сізге айтайын. Құранның принципі бар, ла икраха фид-дин деген. Яғни дінде не жоқ? Мәжбүрлеу жоқ. Яғни сен өзіңнің дініңе біреуді мәжбүрлеп, орысша айтқанда принцип убеждение не принуждение ғой жалпы исламның принципі. Бұл нағыз зайырлықтың принципі негізінде.